بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Рамазан айындағы ең абзал амалдар. Әлбетте бәрімізге белгілі ең абзал амал ол ораза тұту. Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сиям. Ей иман келтіргендер, сендерге ораза парыз болды дейді. Сол сияқты Абу Хурайрадан келген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ман сома рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замбих." Кім дейді, Рамазан айында ораза тұтса, иманмен дейді, ва ихтисабан, және үмітпен, яғни соның сауабына үмітпен, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Екінші, бұл ең жақсы амал оразадағы, бұл түнгі намаздар. Уаман қома рамадан иманан ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Пайғамбар саллаллаху хадисінде айтып отыр: "Уаман қома", кім қиям жасады дейді, яғни намаз оқыды дейді, Рамазан айында иманмен, ва ихтисабан, үмітпен, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Сол сияқты пайғамбар саллаллаху хадисінде айтады: "Уаман қома лейлатул қадр иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замбих." Және де жақсы амалдардың бірі Рамазан айындағы бұл қадір түнінде қиям жасау, яғни намаз оқу. "Уаман қома лейлатул қадр" дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кім қадір түні намаз оқыса дейді, иманан ва ихтисабан, иманмен, ва ихтисабан, есеппен, яғни үмітпен, соның сауабына үмітпен, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Бұл хадистер Абу Хурайрадан келген Сахих Муслимде және Сахих Бухариде. Сол сияқты бәрімізге белгілі, бұл Рамазан айы айлардың ішінде ерекше айы. Ерекшелігінің бірі, Аллах Тағала Құранда айтады: "Шахру рамадан аллази унзила фихил Құран." Бұл Рамазан айы, бұл айда Құран түсірілген дейді. "Худан линнаси ва байинатин минал худа вал фурқан." Адамдарға тура жол болып дейді. Тура жол ретінде Құран түскен ай. "Ва байинатин минал худа", және сол тура жолдан баян ретінде, вал фурқан, және ақ пен қараны ажырататын Құран түскен дейді. Әлбетте ең жақсы амалдардың ішіндегі бірі Рамазан айындағы ол Құран оқу. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад. Вальхамдулиллахи раббил аламин.